Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен татар елінің сметанигімен бөліскім келеді. Татар елінің сметанигінің ерекшелігі қамырында. Қамыры нанға дайындалатын қамырмен жасалады. Және де біз сметанигті табаға салып пісіреміз. Достар, менде сметаник жұмсақ болып, қамыры да үлпілдеп тұр. Және де сметаниктің қамыры видеодағыдай қызарып пісу керек. Бізге керекті ингредиенттермен таныс болыңыздар. Алдымен сметаниктің қамырын жасаймыз. Оған бірінші бір жұмыртқаны осындай таза ыдысқа саламыз, және оның үстіне қантты салып жақсылап араластырамыз. Енді үстіне үй температурасындағы сары майды саламыз. Сары майды жақсылап араластыруымыз керек. Келесі үй температурасындағы сүтімізді құямыз да жақсылап араластырамыз. Осы консистенцияның үстіне дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз да 10 минутқа қойып қоямыз. Дайын болған консистенцияның үстіне ұнымызды саламыз. Енді біз жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Достар, қамырымыз жұмсақ және де қолға жабыспақ болу керек. Достар, қамырымыз видеодағыдай болу керек. Енді осы қамырдың үстіне сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз. Дайын болған осындай қамырды пищевой пленкаға орап 10 минутқа иін қандыру керек. Келесі ыдысқа сметаниктің салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай таза ыдысқа қаймағымызды саламыз. Келесі қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Достар, енді 4 дана жұмыртқамызды салып, ақырын араластыру керек. Видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерде сметаниктарыңыз өте дәмді болып піседі. Достар, біздің қамырымыз міне осылай болып дайын болды. Өте жұмсақ. Енді біз қамырымызды жазамыз. Қамырға ұнды сеуіп аламыз да ақырындап жазамыз. Достар, қамыр жұмсақ болғандықтан оны ақырын жазу керек. Достар, қамырды осылай жазасыздар. Енді дайын болған қамырды осындай табаға 28 сантиметрлік
саламыз. Қамырымыз жұмсақ болғандықтан ақырындап формаға келтіріп салу керекпіз. Енді дайын болған қамырдың үстіне салмасын ақырындап құйып аламыз. Достар, енді біз сметаниктің артық тұрған шетіндегі қамырды кесіп, оны өреміз. Кесілген қамырды бір-біріне айқастыра отырып өреміз. Міне достар, мен осылай өріп шықтым. Енді достар, жұмыртқаның сарысын сметаниктің өрілген қамырына жағып шығамыз. Достар, дайын болған сметаникті духовкаға 150 градусқа жібереміз. Сметанигіміз дайын болды. Мен міне бөліп сіздерге көрсетіп жатырмын. Өте жұмсақ, сондай дәмді болып шықты.